bizlerden günahlarımızı keşir. Tartalamız degen ümitdemen. Tart. Tarta almayman. Dım ağır eken. Küle berme. Tart bol tez. Mene tahlastırdık. Abaylı bol. Ağını jaman bulmaptı. Sağlık jinauşular. Sıjılı sağlık төлöңüz kıyım bolmaytın qoqsaydı. Men төлep qoyğanman. Piotr, бірақ бұл өткен жылы еді. Sen вақты алжастырып қойғанға ұқсайсың. Sıjılı sen сол әулие адамың менен қатты бант болдың. Ұстаз хақында айтып атырғаныңда гапыңды ойлап сөйле. Ертең кел. Пулларыңды аласаң. Ал Иса не? Ой, кешірерсіз. Ұстаз демекші едім. Иса салықты төлейді. Бірақ оның сіздердің үфләс қолларыңызға пұл беруі сондай ұят. Оны қандай деп атасаң атай бер. Ұстаз ба, Құдайдың ұлы ма? Лекін мен үшін ол тек қарызын төлейтін қарыздар. Bizler ертең қайтып келеміз, Симон Петр. Соны есіңде тұт, ярым шекелден. Сенен һәм Исадан. Оларға бұл аңсат болмайды. Солай ма? Солай емес пе? Meni кешірің, ұстаз. Петр, сен неден тыншсызланып атырсың? Салық жинаушылар келді. Менен салық талап етті. Және сенен де. Кейін бұл сені ашуландырды ма? Олар сені жамаллады, ұстаз. Оларды кешір, Петр. Сүйіспеншілікпенен жауап бер. Теңізге бар да қармағыңды тасла. Бірінші сұлаған балықты алып, оның аузынан салықты төлеу үшін жетерлі пұлды табасаң. Егер Құдайым соны қалесе, қалегеніндей болсын. Yarım şekelden dedim ben. Өзің һәм Иса үшін. Менің үстімнен балықтың иісі шықтырма деп едім. Міне ақша, мен һәм Иса үшін. Исаның өзі неге біздердің алдымызға келмеді? Қатты әулие ме салық жинаушылардың қасына келуге? Сен не ашуландың ба, Петр? Иса бұны мақұлламаған болар еді.
Иса бұл жерде емес пе? Ол қайда, Андрей? Ол ұйықтап жатыр. Оның менен сөйлесуім керек. Петр, Иса неше күннен бері ұйықтаған жоқ. Қазір ғана адамларға азанға шекем күтіп тұруын айттым. Оның менен сөйлесуім керек, Андрей. Ұстаз. Ау, Петр. Кешір мені, ұстаз. Сен шаршағансың. Оятып жібергенім үшін кешір, бірақ сені менен сөйлесіп алым керек. Кел, отыр. Мархамат, Петр, айта бер. Мен білемен кешіруіміз керек. Бірақ арасында өзің білесің, сондай адамлар бар. Петр, біздер әрбір адамды кешіруіміз керек. Қашанға шекем, ұстаз? Қанша кешіру мүмкін? Бір уақия айтып берейін. Күндердің бірінде бір ақмақ адам патшадан ақша қарыз алыпты. Қарызын қайтаратын күні оның ақшасы болмапты. Кейін оны патшаның алдына алып келіпті. Маған көп мұқтарда ақша қарызсың, Қазо. Көп мұқтарда? Ол оншелі көп емес қо? Көп мұқтарда ақша деген не өзі? Қазо. Көреміз. Қази. Қазо. Мәне таптым. 10,000 талант. Мәне, мен айтып атырған көп мұқтардағы ақша. Ауа, есіме түсті. 10,000 талант. Ауа, әлбетте. Әммесін қайтараман. Ярым жылдан кейін. Не айтып тұрман? Қаяқтың ярым жылы? 3 айдан кейін. Яқ, 2 айдан. 1 айдан. 1 ай. Қазы, қарыз берген уақытымда қайтара алмай қалсаң, жазаланатығыныңды айтқан едік. Егер уақытында төлемесем, менің хаялым һәм балаларым құллыққа беріледі. Өзім болса зынданға түсемен. Ақ, iltimos, meni kechiring. Ulug' hukmdor, sizni o'tinaman. Meni zindonga tashlamang. Iltimos, rahmeting. Iltimos, iltimos. Өтініп сұраймын сізден. Барлығын толық төлеуге уәде беремін. Тек зынданға тасламаң. Сізден өтініп сұраймын. Iltimos. Iltimos. Қазы, мен сені зынданға таслауды қаламаймын. Бірақ, ендігі рет уәде бергеніңде абайлы бол. Мен сенің қарызыңнан кештім. Қайтармасаң да болады. О, minnettarman sizga ulug' hukmdor. Minnettarman. Siz sonday saxovatlisiz. Men buni bir umrga unutmayman. Minnettarman. Minnettarman xo'jayinim mening. Al endi meni tinchima qo'ying. Патша не дегенін естіңіз бе? Енді оған еш нәрседен қарыз емеспін. Михей, көп уақытқа кетесің бе? Қарызымнан құтылсам болды, дәру қайтаман. Бірақ бұған қанша уақыт кетуі мүмкін? Көп емес, 3 апта, бәлкім 4. 1 ай ма? Әке, біздерді таслап кетпейсен ғой, а? Берман кел, балам. Өткен жылы фермамызды боран абыт қылғаны есіңде ме? Ауа, біздердің сол бір адамнан қарыз алуымызға тура келді. Дұрыс. Сол адам біздерге жәрдем беруге разы болып, сондай сахауаттылық көрсетті. Ал қазір қарызды қайтаратығын уақыт болды.
Бірақ менің ақшам жоқ. Соның үшін қалада жұмыс істеп пұл табуым керек. Кейінірек төлесе болмай ма? Нас. Әкең уәде берген. Ол уәдесін бұза алмайды. Сонда мен оған, ұлы үкімдар, төлеуден бас тартаман дедім. Сондай дедің бе? Патшаның өзіне ме? Ава, қашан тапсам сол уақытта төлеймін, бірақ жақын арада емес дедім. Не деп жауап берді? Патша не деді? Не деп ойлайсың, ол не деді? Қазы, достым, кешірімді қабілет, тыныштықпенен бара бер. Кешірерсің, жұмысларым бар екен. Рахмет. Ол маған тиесіліге ұқсайды. Қазы, тәсілеп қарныңды тойдырып, кейін қарызыңды төлейсің бе? Қазы, бұл жерде жұмыс іздеп жүрмен. Уәде беремін, барлығын қайтараман. Шетке шығып сөйлесіп алсақ бола ма? Қарызыңды төле. Менің ақшам жоқ. Маған уақыт бер, ілтимас. Төлеймен. Саған уақыт беру? Сеніңше мен ақымаққа ұқсаймын ба? Өтінемін. Маған рахымың келсін. Рахымым келсін? Жәрдем беріңлер. Ілтимас, жәрдем беріңлер. Кімдір жәрдем берің? Не болды? Мен бұл адамды сылап алдым. Ол менен қарыздар еді. Қашпақшы болды. Сенің қолың ба? Ауа, бірақ оны қамаққа жібермекшімсің. Бұндай нәрселерді жаман көремін. Лекін бұндай қарыздар менен болса, басқа әләжім жоқ. Кеттік менің менен. Ілтимас, маған бір имканият берің. Рахмет. Қазаны бұл жерге келтірің. Саған айтып атырман ғой, бұл ең жақсысы. Маған бер, жауа жақпыз. Кешірерсіз. Зияны жоқ. Хәммес жайында. Тезірек, тауыпты шақырың. Қолымды сындырып алдым ба деймін. Және екі аяғымды да.
Менің мұрнымда сынған. Өзімді жаман сезіп атырман. Маған шипа керек. Қаяққа сүйреп баратырсыз? Мені қойып жіберің. Мен айызлағанман. Және де мақау кеселмен. Менің қасыма жақындауға болмайды. Саған бұндай қатынаста болған үшін қапа болма. Енді арқайын кетсең де болады. Мінетдармын, тақсыр. Неге бұл қамбағал адамға мейірімділік көрсетпедің? Сізге төлеу үшін ақша керек еді, ұлы үкімдар. Сізге беру үшін пұл іздедім. Мен сенің қарызыңды кешіп едім. Білемен, соның үшін да жүдә мінетдарман. Мен қарызыңызды қайтармақшы едім. Мінеттаршылығымды және қандай қылып білдіру мүмкін еді? Саған қандай рехім еткен болсам, басқаларға да сондай рехім көрсетуім керек еді. Яқ. Кешірің мені, ұлы үкімдар. Өтінемін сізден. Бұл әділсізлік, жалбарынаман. Яқ. Мейірімлі болың. О, ұлы патшам. Хазо, достым. Қуанышпенен саған мейірім шапағат көрсеткен болар едім. Мен сені қалай кешіремін? Егер сен басқаларды кешіруден бас тартсаң. Көрдің бе, Петр? Сенің аспандағы әкең тарихтағы сол патша сияқлы. Егер біздер адамларды кешірмесек, ол да біздерді кешірмейді. Біздер барлығын кешіруіміз керек, Петр. Бір емес, екі емес, ал һәмме уақытта. Не нәрсе бұл кешірім? Мен білмеймін. Қалай құтылсам болар? Осы ашу ғазептен. Қашанға шекем өкпелеп, өзімді тұтып жүремен. Осы қолларым менен күресемен. Ақыл ойым менен хақиқатлыққа ерісемен. Басымды иеп, батырлық менен айтаман. Мендегі қапагершілікті алып тасла. Жанымды қинап тұрған күнадан азат ет. Құдайым, мені сүйіспеншілігің менен ажыратып ал. Жарылқап мені, ойларымды бойсындыр. Сездір менің жүрегіме барлығын. Құдайым, жүрегім сенің жүрегіңдей пәк болсын. Менің көзлерімді өзің аш. Сүйіспеншілік тілінде сөйлеуіме жәрдем бер. Егер жолдан адассам, тур жолыңды табуыма күш бер. Жарылқап мені, ойларымды бойсындыр. Сездір менің жүрегіме барлығын. Құдайым, жүрегім сенің жүрегіңдей пәк болсын. Ауырманлықтан құтылуыма жәрдем бер. Өмірімді жарылқап, жүрегімді отыңа толтыр. Һәмме уақытта кешіремен деп айтатұғын, сыйыңа мені толтыр. Help me to see with eyes more pure. Help me to speak with lips of love. Though I am wronged, find strength to rise above.
this poor heart now more understanding be. Oh, give me, Lord, a heart like thine. Help me to put my burden down. Lighten my soul and let me live. Grant me the gift to say, I will forgive. Сен неге бұндай шаршағансың? Түнде ұйықламадың ба? Түннің ярымына шекем Иса менен сөйлестім. Келесі сапар әдеплерек боласаң деген үміттемін. Ах, сізлер! Мені әдеплі қылу үшін ауларымды жұту шарт емес еді. Бәлкім, біздер және досласармыз. Хош сау болыңлар, сахауатлы адамлар. Петр, саған не болды? Жауап беріп болғаның ба? Иса біздерді кешіруге үйретті. Ауа, бірақ бұл жарамасларды емес қо. Жақсы тыңла, бір уақия айтып берейін. Күндердің бірінде бір ақмақ адам патшадан қарыз алыпты. Қайтаратығын уақыты келгенде, оның ақшасы болмай қалыпты.